Достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңіз сәтті өтсін. Бүгінгі мен сіздерге ұсынатын рецептім осындай асыққан кезде дайын болатын етсіз, өте дәмді, жеңіл тағам жасап көрсеңіздер болады. Жайма нанның бір түрі. Осылай орап, әдемі қылып отбасыларыңызға берсеңіздер ұнайды деген сенімдемін. Енді осыны тағамды дайындау үшін өте көп зат қажет емес. Тек қана үйлеріңізде осындай асқабақ, картоп, орамжапырақ және де ұн болса керемет дәмді түскі ас немесе кешкі ас дайындауға болады. Енді ең алдымен бізге осындай тағамды жасау үшін оның қамырын елеп қоямыз. Қамырын елеу үшін 300 грамм ұн мен 130 граммдай су және де бір жұмыртқа қажет болады. Арасына бір шай қасық тұз қосып, осылай жұмсақ қамыр елейміз. Қамырымыз қатты жұмсақ емес, орташа болады. Осы қамырды елеп дайындап аламыз ең бірінші. Ары қарай қолмен жақсылап тұрып елеп аламыз. Егерде ұндарыңыз аз болып жатса, үстіне қосып жіберуге болады. Өйткені әркімнің оның сапасы әртүрлі, сондықтан да қарап байқап көресіздер. Міне осындай қамыр болды. Қамырдың бетін 15 минутқа салфамен жауып қоя тұрамыз. Он бес минуттан кейін қамырымызды алып, жұқалау етіп жаямыз. Қамырымыз жұқа болу керек. Сонда біздің орама нанымыз жылдам пісетін болады. Міне достар, осындай нанның жұқалығы осындай болу қажет. Енді осы нанымыздың үстіне сұйық май құйып, қолмен жақсылап жағып шығамыз барлық жеріне. Бұл өте қарапайым жайма нанның түрі. Ортасына, салмасына тағы да пияз да қоссаңыздар болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен бүгін осындай аз көк қостым, жасыл укроп. Сушеный укроп болса да жарай береді, арасына қосып жүрсеңіздер болады. Осылай аз көгімізді барлығын сеуіп шайып алғаннан кейін арнайы пышағымызбен кәдімгі мантыға кескендей қылып, төртбұрышты етіп барлығын қамырымызды кесіп аламыз. Мен осылай кесіп болдым. Енді осындай әдіспен бір бұрышынан бастап, осылай біздің жайма нанымызды осылай орап дайындап аламыз барлығын. Осындай әдіспен орап көріңіздер. Енді қамырымызды дайындап қойғаннан кейін біз көкөністерге көшеміз. Ең бірінші пиязымызды турап, қызып тұрған майымызға, ыдысымызға майымызды құйып, пиязымызды қуырамыз. Мен табамды қыздырып қойдым. Енді үстіне май құйып, пиязымды салып, сарғайғанша әбден иісін шығарып қуырамыз. Достар, бұл тағамға ет қоссаңыздар да болады, бірақ мен бүгін етсіз істедім. Етсіз де өте дәмді болып шықты. Асыққан кезде немесе еттеріңіз азайып қалған кезде осылай кешкі ас дайындап берсеңіздер өте дәмді болып шығады. Енді осыған 4-5 картоп қосып, астына осындай көлемде етіп турап. Енді ол өздеріңіздің отбасыларыңыздың адамның санына байланысты болады ғой. Осылай мен аздау қостым кешкі асқа. Міне осыны 4-5 дана картопты турап, пиязымызға салып қоямыз және үстіне су құйып, отымызды азайтып, қақпағын жауып қоя тұрамыз. Қалған көкөністерімізді турап болғанша, менде бүгін картоп және де осындай орамжапырақпен асқабақ қостым. Үйде қызанақтарыңыз болса да, және де тәтті бұрыштарыңыз болса да қоса беруге болады. Өйткені бұл тағам тек қана көкөністерден тұратын тағам, және де бетіне салатын жаймамызбен осындай жеңіл тағам. Осындай үлкен етіп, орамжапырақты турап, картоптың үстіне қосып қоямыз.
қақпағын жауып қоямыз. Енді ары қарай асқабақ тураймыз. Асқабақты мен кейіннен артынан қосамын, өйткені ол жылдам пісетін көкөніс және де езіліп пісетін. Сондықтан да бетіне салатын боламын қазір. Оны да картоп тәрізді төртбұрышты етіп турап аламыз. Міне осындай көлемде барлығын турап, біздің қайнап жатқан картоп пен орам жапырақтың үстіне қосамыз. Асқабақты қосқаннан кейін тағамның дозын, дәмін барлығын көріп, керегінше дәмдеуіштер қосып, дозын бұрышын қайрадан қосып, үстіне су құйып, қақпағын жауып қоямыз. 1-2 минут қайнағаннан кейін үстіне біздің дайын болған орама жайма нанымызды салып, ары қарай дайын болғанша пісіретін боламыз. Суын қатты көп құймаңыздар, осылай кішкене ғана көрініп тұрса болды, өйткені біздің бетіне салған нанымыз суға қатты тисе әдемі болмай қалады. Сондықтан да көп құймаңыздар. Міне осылай 1-2 минут қайнап жатыр. Енді үстіне осылай орама нанды осындай әдіспен біртіндеп салып барлығын толтырамыз. Міне достар, осындай болып салып қойдым. Енді ары қарай дайын болғанша 15-20 минуттай пісіреміз. Достар, міне біздің бүгінгі орама жайма нанымыз дайын болды. Осындай әдемі болып пісті, бір-біріне жабыспайтын өте оңай, жеңіл тағамның түрі. Жасап көрсеңіздер болады. Және де ет қоссаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Бүгін мен уақыт тығыз болғандықтан осындай етсіз өте жеңіл тағам кешкі асқа дайындап көрдім. Дәмді болып шықты. Балаларыма, отбасыма қатты ұнады. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер. Егер де ұнап жатса, осы менің видеоның астына лайк басып, комментарий жазсаңыздар болады. Және де менің каналымды қолдап жіберуді ұмытпаңыздар. Ол үшін тек қана сіздердің тіркелулеріңіз қажет, және де каналымды осы видеоны таныстарыңызға, туыстарыңызға осы ссылкамен жіберіп қолдап жіберсеңіздер өте қуанышты боламын. Осындай қазақша контенттерді алдыға қарай жылжытуға өздеріңіздің үлестеріңізді қоссаңыздар рахметімді айтамын. Міне осылай әдемілеп өздеріңізді астарыңызды әдемілеп бетіне аскөк сепсеңіздер, петрушка сепсеңіздер де болады. Осылай мен қаймақпен жасадым. Өте дәмді болып шықты. Жасап көріңіздер сіздерде. Сіздерге, отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Осындай асқабақпен және де картоп орама нанмен жасалған өте жеңіл тағам. Достар, бұл видеоны жоғалтпау үшін осы видеоның астындағы қоңыраушаны басып қойсаңыздар, сіздерге менің әрдайым салып тұрған видеолардың барлығы түсіп тұрады. Сол видеоларды көріп тамашалап отырсаңыздар болады. Лайк пен комментарияларыңызды аямай жазып қойсаңыздар өте қуанышты боламын достар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.